Галогендердің ешқайсысы табиғатта бос күйінде кездеспейді. Фтор табиғатта флюорид деген атпен белгілі минерал кальций фториді түрінде кездеседі. Хлор тас тұзы немесе ас тұзы деген атпен белгілі натрий хлориді. Сильвин ретінде белгілі калий хлориді сияқты табиғи хлоридтердің құрамына кіреді. Бром мен йод табиғатта натрий мен калийдің бромидтері мен йодидтерінде, ас тұзының кен орындарында қоспа түрінде кездеседі. Теңіз суының құрамында хлор, бром және йод, хлорид, бромид және йодид иондары түрінде болады. Йод сондай-ақ теңіз организмдерінің құрамында да болады. Құрамында хлорид анион сияқты қарапайым галоген аниондары болатын тұздарды жалпылай галогенидтер деп атайды. 17-ші топ элементтерінде 7 валенттік электрон болады, және олар электронды октет конфигурациясына жетуге ұмтылады. Галоген атомы сутек атомымен электрон жұбын бөліскенде октет конфигурациясына ие болады. Реакция өнімі сутек галогениді, ол суда еріп, 2 элементтен тұратын қышқыл түзеді. Хлор сутек, бром сутек және йод сутек бөлме температурасында газ күйінде, ал фтор сутек сұйық күйінде болады. Галогендер мен сутектің арасындағы реакция топтағы элементтердің химиялық белсенділігі қалай өзгеретінін көрсетеді. Галогендердің белсенділігі топ бойынша жоғарыдан төменге қарай азаяды. Бұл атомдық радиустың артып, электр терістіліктің кемуімен түсіндіріледі. 17-ші топта ең белсенді бейметалдар орналасқан. Олардың атомдық нөмірі артқан сайын белсенділігі төмендейді. Йодтың екі еріткіштегі, судағы және сумен араласпайтын органикалық еріткіш гександағы ерігіштігін зерттейік. Біз йод кристалдарының бірнеше түйірін 2 сынауыққа салып, бір сынауыққа су, ал екіншісіне гександы құйып жақсылап шайқаймыз. Йод суда тек аз мөлшерде ғана еріп, көп бөлігі қатты күйде қалады, және ерітіндінің түсі ашық сары түске өзгереді. Мұнымен салыстырғанда, йодтың гександағы ерігіштігі әлдеқайда жоғарырақ, және ерітіндінің түсі күлгін түске ауысады.